Біз де Катонгарайга келіп, Катонгарайга ғашық болдық. Енді осы өңірдің тек қана пайдалы жағын көрсетуге тырысамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз еңбек ауылының тұрғыны Әбдуашев Серікбол ағамыз 60-тан асты. Бірақ ең алғаш арастаған осы Алдағы Рысбаев Ақтай ағаның ұлдары, содан кейін Қамыр атамыз ұлдары болды. Бертін келе тай жігіттер ұстады. Сондықтан оның өзі қаншалықты. Выставкасы болады Москвада. Ол жерде балдың качествосын айыратын адамдар болады ғой, специалисттер. Сонда союз бойынша сол заманда Катонгарайдың балы бірінші неде тұрған. Качествосын құрамы жөнінде. Балдың 60% ғалымдар зерттеп шығарған, 40% еще белгісіз оның составы. Сонда бұрын союз бойынша Катонгарайдың балы болған. Одан кейін екінші орында Бурятия тұрған. Ал қазір Бурятияның балы бірінші орында тұрды. Катонгарайдан көп балды Москваға ешкім апармайды ғой анализге. Сондықтан біздікі баяғы ерте замандағы Катонгарайдың балы деген немен жүр. Бірақ қазір Бурятияның балы естілдетер. Кстати, бұндай қол жуатында мен бұрын кішкентай кезімде ауылда көретінді. Мұн жақта әлі сақталды. Бұл бал. Мынау енді қазір жастар балды, сендер балдың қазір, сендер сияқты жастар. Тоже ара ұстайды. Бұлар балды қолдан істеуді үйреніп алды. Сіздер қалай істедіңіздер? Мынау біз ешқандай араны қантпен подкормка жасамаймыз. Өзінің балы сонымен ғана подкормка жасайды. Мынау таза, мына Алтай тауынан жиналған бал. Мынаның иісі де, несі де бөлек. Көрейік бе аға? Төң болмаса көріп аузына шеді. Ойбай! Мына жарсын шың мас боласын дегенде, көршіпе. Көрші. Мықты, я? Жақсы. Ана, театр саған қарай. Қалай екен? Тамақты аздап қыру керек, настоящий бал. Жетпеді тамаққа әлі. Әлі жетпеді. Сигарасыға қойды, ондың жарсыш. Мына Катонда сатып тұрған арзан балдар, ол жаңағы айтқан или подсолнечный дейді. Күнбағыстан жинайды ол. Оның составында күнбағыстан ғана несі бар. Басқа ешқандай. Таза емес. Таза, но качество несі жаман. Қырды. Жақсы екен. Качество жақсы екен, қырды. Қатты әттім екен? Қатты әттім емес сондай екен. Мына велетке жоқ та. Идеально. Біздікі мынау шөптен жинайды. Әртүрлі шөптен енді олар. Күшті екен ол. Өте мықты екен. Ол қарындас. Сіздің сәлеміңізді алайын деп келіп тұрмын жаныңызға. Есіміңіз кім болады? Мен танысымыз адаммен таныспаймын. Мен Қызылорда қаласынан биші жігіті болам. Маған бишілер ұнамайды. Сізге қандай жігіттер? Мал шаруашылығы бар жігіттер ұнайды. Шаруашылық бар ғой. Не дегіңіз келіп тұр сонымен? Сіздің қай сүйектен болғаныңыз сұрайын деп едім. Сүйек емес, менің руым Берші Қаратоқай. Махамбеттің ұрпағымын. Батыр ұрпақтан екенсіз. Шүкір. Сіз? Мен Қоңыраттың божбаны болам. Ендеше менің мына сәйгүлігіме отырып, анау қырдың бастан ұрып қайтпадық. Сәйгүлігіңіз көріп тұрған жоқпын? Тұрған жоқ па міне? Айналып мінген ғой. Келіңіз. Сондықтан мына балды, например, менің ұлым, мына полторашка ғой, мынау 1,5 литр балды. Мынау өлшесің тура 2 килограмм шығарады, салмаға. Мынаны 9 мыңға сатады, бір полторашканы. Кейбіреуді 9 мың десең чалғасына түседі. Ал ақшасы барлар, мынадан 10-15-20 үлкен алып кетеді. Мына жерде жаңағы Мұзтауға барыңдар ма демалыс орнына? Жоқ, Мұзтау деген демалыс орны бар, соған бір мықты
бизнесмен, ақшасы бар адамдар келеді ғой. Сол дұрыс дәмін көреді, одан 30-40 килограмм бір әкетеді. Содан кейін Астанадан, Алматыдан бұрыннан келіп жүрген лидер өздерге үйден әкетіп отырады. Біз магазинге қоймаймыз мынаны. Үйден әкетеді, өз клиенттеріміз бар. Мынаның сол несіне байланысты алады. Кейбір жағдайда врачтар не қояды ғой, бір ауруларға. Катоның балын же деген. Судар іздекке болады. Емдік қасиеті бар ғой, иә? Бұның емдік қасиеті өте жоғары. Мұны күніне 20 граммдан жеп отырсың. Мен сияқты 85-ке кеп зырылдап отырасың. Четко, да, бұл. Өлтіреді да бұл. Әкетеді, да, Ырсын. Сен білесің бе? Білемін жаным. Қатонқарағайдың балы жаз айында Иә. кем дегенде 30-40 келі болады екен. Кем дегенде, иә. Одан қалса, көп деген балдардың түрі бар ғой, жаңа көкеміз айтып кетті. Бірақ ең дәмдісі, ең пайдалысы және тазасы осы қатонқарағайда екен. Салыстырмалы, иә, көкем айтып кетті. Оны ChatGPT-де айтып кетті ол жерде. Осы біздің сапарымыз аяқталып қалды, иә? Шын айтсам сенбей тұрмын, қимай тұрмын. Мен Өскеменді Қатонқарағайды 2 күнде